жерде нағыз рэп шеберлері өз өнерін сынға салады. Даттың 3-ші маусымына қош келдің. Ең алдымен өз-өзің таныстырып өт. Среди черных один белый. Мадон. Аха. Бүгін сен қара көйлек, қара шалбар киіп келгенге не себеп? Мен, по-моему, өзім ойлаймын, маған. Менің өнерім любой киімде жарасады, сол үшін. Аха. Сол үшін осындай киім киіп келдің. Бір мақсат болған жоқ менде, қандай киім кию керек деген. Қандай ұнайды өзіме. Түсінікті. Шымкенттің салқын сырасы ма, әлде Алматының донері ма? Екеуін бірге. Бүгін немен таңғалдырасың? Алдыңғы маусымдағыдай шоу бола ма, әлде салмақты батыл көрсетеміз бе бұл жолы? Бұл жол салмақты батыл көрсеткім келеді. Халқыма пайдам тисе екен деп. Жалпы шоуда көрсетуге болады. Мен дайынмын. Қарсыласымды жаңағыдай жермен жексен етуге. Түсінікті. Жалпы дат бұл сен үшін не нәрсе? Дат мен үшін демалыс. Мен демаламын, датқа келем. Рэп айтып, осылай. Маған демалам, короче. Түсінікті. Бүгін қарсыласыңа қол жұмсау үшін ол саған не істеу керек? Қарсыласым қол жұмсау үшін маған енді шешеден кету керек, бірақ ондай нәрсе болмайды. Датта ол нәрсе ни в коем случае керек емес деп ойлаймын өз басым. Бұл культура, бұл философия деп түсінемін өзім. Сондықтан барлығы жақсы болса екен деймін. Жалпы қол көтеруге мен ешқандай мақсатым жоқ. Қол көтеруге. Менің мақсатым сол қазақтың халқына деген бір рухани күш сыйлағым келеді. Егер қолымнан келсе әлі. Жалпы осы. Соңғы сұрақ. Алдың жолы шоу көрсеттің, бірақ сен жеңілістің дәмін татып қайттың. Осы жолы сен жеңіс жақын ба, саған жеңіліс ба? Негізі жеңіс маған маңызды емес. Маңыздысы намыс. Бұл жерде жеңу үшін келген жоқ бұл. Шынын айтқанда. Бірақ жеңіс ешкімге жаман емес қой. Сондықтан жалпы жеңілістің дәмін таттым деп ойлай алмаймын, себебі правилам бұздым мен алдыңғы жолы. Сондықтан өзімден көремін не болса да. Жеңілдім деп айтпаймын. Халық, Құдайға шүкір, халқым қолдауын беріп, дауыстарын бергеннен кейін бір төбе болдым өзім. Саған сәттілік пен. Өзің таныстырып өт. Менің есімім Мадон, Алматы қаласынан, Шелек ауданынан. Жалпы дат ол сен үшін не нәрсе? Батыл алаң ең алдымен. Қазақ рэпіне не жетіспейді қазір? Қазіргі сәтте қазақ рэпіне сапалы тауар жетіспейді. Қалай баналь естілсе де, сол сапалы тауар. Одан бөлек осындай батыл алаңдар жетіспейді. Біреу ғана ғой бізде көбею керек деп ойлаймын жоқ. Конкуренция болу керек. Жалпы өзіңді сапалы тауар жасаушылардың өкілі ретінде есептейсің бе? Есептей аламын, иә. Бүгінгі қарсыласың жайлы бірер ауыз сөз. Танымал Шымкенттің жәлебі, жалабы, жезөкшесі Мадонна. Яғни бүгін Мадоннамен өз әрекетін тындырмақшысың жалпы. Ойлаған ісіңді жүзеге асырасың. Түсінікті. Мүше жыныстық қатынас жайлы панчтар бүгін бола ма негіз? Сәл болады, бірақ қатты өткен батылдағыдай емес. Сен үшін жалпы қайсы орыс рэп әлде қазақ рэп? Қазақ рэп әрине.
Аха. Бүгін сен Алматының намысын қорғайын деп жатсың, дайынсың ба? Әрине. Қарсыласыңның алдыңғы батылдағы өнерін көрдің, сенде әлде қандай бір сескену жоқ па? Мүлдем жоқ. Оның тыр дых хуйня детская, нақ так тебе скажу. Аха. Бүгін көрсетесің өнеріңді. Сәттілік саған. Рахмет. Рэп бұл сөз еркіндігі, ал дат сол еркіндікті айтатын алаң. 3 маусымға қош келдің, қошемет! 2018-де бастап алған датқа мінеки 1 жылдан асты, ал біз қазақ рэпі 10 жылда жетпеген жетістікті 1 жылда орап тастадық. Бұл нені білдіреді? Бұл әрине кереметтей рэперлердің дәл осы жерде өнер көрсетіп, қазақ рэпін өркендетуіне септігін тигізуін білдіреді. Сол үшін қошемет. Бүгінгі екі жақты рэпер сайдың тасындай бір-біріне нақты дайындалып, дәл қазір керемет батыл көрсетпекші. Батылдың үстінде оны көретін боламыз. Ал әзірге мен әділ қазыларды таныстырып өтейін. Менің сол қапталында әлем кезуші Жиһанге және 100 кітабының авторы Садық Шерімбек. Және қазақилықты тірегіне және бойына бірдей жинай білген Мұңайтар қазіргі оңбаған. Этно рэпке өзіндік еңбегін салған Ерболат. Бізде қазір сайысқа түсейін деп жатқан екі рэпер, ол даттың 2 маусымындағы үздік феномендар. Мадок ол бірінші сезонның ең керемет батлері болса, екінші сезонның батлері Мадон болып табылады. Қошемет. Қысқасы сөзді ұзақ созбаймыз, жігіттер дайынбыз ғой. Датың бар ма? Бар! Датың бар ма? Жоқ! Бастаймыз онда. Сен бүгін уайымдайсың, өткен жолғыдай шыға алмаймын деп жарып. Мен бүгін уайымдаймын, өткен жолғыдай сөнік қалмаса екен деп жарық. Тимми Дигл екеуміздің батылымызда жарық сөнік қалды жоқ жерден. 3-ші раундты қайта түсірдік, техникалық ақаулар ақыр соңында сол жеңген. Окей, өткен шақтан осы шаққа. Алдымда Мадон, шын аты жөні Мадияр Пернебаев. Дат екіде мен оралам деп кеткенсің, әрине ораласың, сағанда керегі хайп. Мадон менен 4 жас үлкен, бірақ менен 4 жас кіші, оның ойлау қабілеті. Осы маусымда қатысушылар саны тапшы екенін білгем. Сонда да кім ойлаған, қарама-қарсы тұрат деп малдың еті. Сен халықты ақымақ көрме, сен мұнда келесің, енесің образға. Долбайопский іс-қимылдар, қосымша мамбо стайл, онсыз мәтінің протон М, құлайды бармай образға. Мадонның ұйқастары, тыңда, анда, санда, колбаса. Ебать, да менің ауламдағы алкаш Боря сенен күшті қастыраты егер қаласа, блөч, ақын. Естуімше, 2-ші маусымда Мадонға төлеген екенсің, қайтарға жол кіресің. Ойлаш, Шымкентке такси, немесе Боряға 1 жарты. Қайсынен өзің білесің. Шынымен де бұл тіреліп алған малды. MC Сайлаубек, MC Ернар сынды сайқмасақтармен қоямын бір қатарға. Құның арзан, ешкімге жоқ қажетің. Сасып кеткен нос секілдісің, түбінде қалған бір атарға. Мадон ойлайды былай. Нахуя мәтінге кетіріп бір апта бір ай өшіп алған түріме халық онсыз да жытылады. Солай ашамдар, ассаламамы, Firefly. Мадон жасайды шоу. Мадонда бар өзіндік харизма. Оған қажет емес дабл райм, панчлайн және вордплей. Тыңда, шоумен, сенің шоу-программаң жасанды қыздық перде. Тесігіңді жамап алмасаң, блядь, қалар едің өтпей. Шоу жасап берем, өткендегі шоу хуйня боқпалады деп бізге уәде еттің сен. Немен таңғылдырасың? Ұзын семсер жұтасың ба? Десекте ұзын нәрсен ауызғала салу дарының емес әдетің сенің. Қылжақ бас сілімтік, сенің ықтарыңды айтып бере алады, тіпті оқушысы мектептің. Қызыл көт, бабуин, төрт аяқтыға тән қылықтар істеп, оны шоуға теңеп, банан үшін еңбек еттің. Битіңді сығып, қаныңды жала, сука! Сенің манбетский приколдарың тек sıрамен өтеді. Әзілдерің әзіл әлем үшін тым әлсіз, батыл үшін орынсыз. Сен шіріксің, емесіне балық не ет. Санасыз гамадрил, миың елсіз арал сияқты тұрмай кеткен тіпті
Робинзон Крузо кеп. Блядь, сенің раундтарың қысқа миниатюра. Мен оған ата ойлап таптым. Зируза деп. Естеріңе сақ кетейін. Даталаңы емес жайдарман, ақын емес есен елеукен. Батыл рэптен хабарың болмаса бұл жерден сігіліп кет, пайдаң болсын ең үлкен. Тыңда қазақ, мен батыл рэптемін. Себебі мендей эмсилер дәл менің қастарымдай. Сирек әрі азақ. Ал сен жолдан қалған жолаушысың. Батыл рэптен орын табуға тырысасың, өйткені циркте жетіп артылады сендей сайқымазақ. Шындығына келгенде сен өзіңе сенімсіз адамсың. Оған дәлел жоламанмен шығарда келгенің ішіп, шегіп, тіреліп. Мадон ұялшақ қыз сияқты, аздап қызып алмаса жыныстық қатынасқа түсе алмайтын беріліп. Айналадағы адамдардың көңіліне мұқтаж бала. Біреу көңіл бөлсе қуанасың, келгендей өзен тау елді көріп. Көңілден тыс қалу сенің басты қорқынышың. Сол ішінде келекенің бейнесіне қалдың емес пе өзің тәуелді болып. Қорытындысы, айналып келгенде сен Мамбич кейпіне қамалған, ерік күшін қолдан алмаған, әлсіз, тәуелді адамсың, қалтырай бастайтын болмаса шөп, жолың болмаған Аладдин, шамыңды табалмадың, енді шөл далада қырындап бара жатсың шөгіп, өткен батылға сен келдің дайындықсыз, секілді қыз, амың қырмай келген сігісуге. Осы қарқында жалғастыра берсең рэптегі дәуірің дәуренсіз бітет. Жеңілген күреске тоймас, сен жеңіліске мұқтажсың. Мен бұл құбылыстатаймын тәуелді тәуелсіздік деп. Раунд! Дәл мынандай раундтан кейін Мадонның не айтатын бізге шынымен де қызық. Мадон, бірінші раунд. Бұтағы, ағашынан басқа шенсе еспет қой. Алдымен. Ассаламағалейкум, арландай ағайындар. Жарасында жау демексе, көңілге от жағайын ба, тәуелді, тәуелсіздік осыдан соң жоғалса егер, Әділғазы алқалар жеңісімді тағайындар. Бірақ, жеңіс маған маңызды емес, маңызды сынамыз. Нағыз қазақ жігіттерін өлтірмеген қамыс. Жауыздар жоғарыдан тәуелдеп алған елді зуылдаған зұлымдардан қалайша құтқарамыз. Есімханның ескісі мен Қасымханның қасқасын білмей өскен ұрпақтарың алға кімді бастасын? Пәтуәсіз ақындар тек өз басын ойлаған, камераның ар жағынан батырлығын тастасын. Жұлдыз болып бауырым кетпейсің айдан асып. Сен негізі білмейсің ғой, кіммен тұрсың тайталасып. Ұрыс іздеп даладан қатын қалаш секілдісің. Қысқасы мәсаған 5 теңге, өз бағаңды білгенде сдачасын қайтарасын. Арзан құрзан заманауи ақындар, бәріңе де құлдырар күн жақындар. Тарихымнан дым қалмады кесірінен сендейлердің, әскер десе өз басын ала қашар сатқындар. Жеңілгенге мақтанғандай мен бармын бейне баяндарда. Жеңілгенге мақтанғандай мен бармын бейне баяндарда. Атақтарың шығып қалар, мына менің саям барда. Есіміңді ұқсатыпсың мына маған. Жарасыпты қасқырдың терісін жамылған қояндарға. Сен орыстан ұрлайсың. Оны өзің білесің. Ұрлап тұрып орыстан... Жоқ, ондай емес. Сен орыстан сөз ұрлайсың. Оны өзің білесің. Ұрлап тұрып өзгеден өзгелерге күлесің. Неге күліп атсыңдар? Күлмендеш білет, мен серьезно айттым ғой. Ұрлап тұрып өзгеден өзгелерге күлесің.
Маймыл тектес, масқарасы өнердің. Енді қашан адам болып жүресің? Ат терлетіп алыстан беді. Так, қазір кішкене бір шапалақ, пожалуйста. Жоқ, келмес. Неге өйттім мен? Келді міне даттасатын жақын апта. Ат терлеттік алыстан, тақым мықтап. Базардан құны кеткен сөздеріңді қолдайтын кім екен ол? Ақмақ па? Раунд. Екінші раундқа да келіп жеттік. Сөз Мадокта. Эйо, хейтерлер артық мөлшерде жұтқан оксиген. Өсе көрбітіп жүр Мадок ұрлайды екен оксиден. Мен Миронды үлгі тұтамын айттым қанша рет, бірақ ұрлайды деген жалған әңгіме көксіген. Мен де мәтіндерімде қолданамын түрлі термин, теңеу, дабл райм, неологизм. Аталмыш нәрселерді шетелде қолданат өзін құрметтейтін әрбір MC. Қазақстанда мен ғана, ал нағыл дейсің. Жалпы қауесеттер жетерлік, шетінен шығатын көре алмайтын уыстан. Есесіне мен нағыз байтырды білем сөз ұрлайтын Каспийский груздан. Смотри. Енді бұл өтірген. Тыңда, не перебивай, тыңда. Я такой тупой, что гожусь депутаты. Каспийский груз. Клип «Табор уходит в небо». 2015. Мен до того тупоймын депутат болғым келет. 2017. Мадон сөздерді аудара салған кейін келес. Окей. Ал енді өткенде болған true story. Кинодан көрген шығармын. Тыңдай бер. Ұрладың ғой, по-любому ұрладың. Окей. Ал енді өткенде болған true story. Тыңдаңдар. 3 маусым басталды. Жұптарды белгіледі. Ұйымдастырушылар ашық қойды WhatsApp-та, чатта. Бір күні Мадон видео жіберіп тұр. Ол видеода Мадон мақтанып былай деп жатыр. Соткан берші. Мобиланы берсеші. Мобила, просто мобилу дай. Тыныш. Тыңда. Мадон видео жіберіп жатты. Қалайсыңдар жігіттер? Так. Қалайсыңдар жігіттер? Не істеп жатсыңдар? Мен жүрмін міне Сочиде демалып. Бірақ біз білеміз, бұл ебаный гастарбайтер, сол жақтың гастарбайтерлеріне бәсекелес болып жүркеп алып. Бірақ бұл мойындамайды. Айтуы бойынша оның жұмысына кіреді келесі міндеттер. Яғни гастарбайтерлерді Ресейге апару және қайта әкелу. Бізге солай деді әйтеуір, кім білеттер. Солай-ақ болсын, бірақ Мадон, қалай айтсам болады? Мұнда апаратын адаммен апарылатын адамның айырмашылығын бөліп тұрған мынандай ғана жіп көрінбейтін. Сен мен үшін жамшутсың, бірақ перевозчик деген сайын өзіңе шақтаған сияқтысың Джейсон Стэтхэмнің перевозчик фильміндегі кейпін. Әркім әрқалай күн көреді. Мен бұл әңгімені айналып өтіп кетер едім тіптен. Бірақ қозғауға тура келді, себебі өзің өтірік мақтанып кеткендіктен. Сенің бұл қылығың отырып сүюмен тең, яғни қатынды қыз. Мен қаншықты орнына қоя аламын. Мадонна, амыңды қыз! Мадон, типа Карлеон Дон, бандитос, латинос, ойыншық бандиттермен бір тәрелкеге сыйыспайм. Бауырларыңның қасында гангстерсің, жалғыз қалғанда тоқылдақсың, мен сені атаймын ТК-669. Саған ұқсас жасанды кейіпкерлер өте көп, алайда аз, ойшыл да әрі сөзшіл. Сен бұл жерде кезекті вайнер, бәрібір тоңқаясың. Мен мұнда сәлем сошыл. Не бір амал қолдансаң да, сенің жасағаның менің жасағанымнан айтарлықтай кем болады. Қанша жерден мықты емсеймін десең де, мен сені тесем лезде, Беделхан Ерболат. Мендік стиль Дэвид Копперфилдтың сиқыр құпиясы. Ешкіммен бөліспеймін. Сендік стиль
90% су әрі жабысқақ амнан аққан бөліні істейм. Шынымен де, сенің мәтінің соншалықты су, ол жерде мекен етеді құбыжық кракен. Шынымен де сенің мәтінің соншалықты су, ежелгі Атлантида тұрғындар ол жерде тұрады екен. Мәтінің былай тұрсын, аузыңнан шыққан әрбір сөз мен үшінде, енді ел үшінде бағаланатын болады 5 тиынмен. 5 тиынмен, тыңда. Жаңағы 5 тиын ба? Тыңдасай, бағаланатын болады 5 тиынмен. Дело принципа, бауырым жеңілді, інім жеңілді. Екінші раундта айтпайым. Мадон айтыста. Несін айтасың, брат? Айтарымды ұмытып қалсам, не істеймін мен? Есіңде ма? Сонда сен бауырларыңды сылтау қылып, оларды қолданбақшы болдың қалқан ретінде. 200-ді пизда бол. 2 сөйлегенің үшін көшеде жасар еді талқан бетіңнен. Осындай пизда бол. Ауладағы түсініктер туралы айтады рэпінде қай бетімен? Бұның... Тыңдасайшы тұрсап. Что перебиваешь? Урмайым, блядь, нормально айта өш, блядь. Урмайым, да, битвем сразу. Сен ұрақ деп тұран жоқпыз, перебиваешь просто. Давай, айта өш. Осындай пизда бол. Ауладағы түсініктер туралы айтады рэпінде қай бетімен? Бұның ертегілеріне сінетін имбецилдар бар екенін көріп қаймықтым мен. Жасап жүргені фейк шит. Мәтінде өңкей жеңіл ұйқастар. Соған қарамастан құрастырғысы келеді рэпте бір мансап. Рэпте де қызыңмен ұқсас жағдай. Кездесіп жүргеніңе біраз уақыт қызығын көре алмай әлі келесің аңсап. Ойлаш, 93-ші жылғысың. Рэпте жүргеніңе бақандай 10 жыл болды. Алайда ол жылдар өткен құрыдан бос. Әлі де рэпте орның жоқ. Өзіңдікін өзің сорасың. Бұл көрініс татаймын ура барос. Тыңда бер дос, дұрыстап жайғасып отыр да. Сенің рэпте тапталған жолың бар. Бірақ ол жол тұрады шұрық тес қотырдан. Сөздерім нысанаға дөптеуде, бірақ сен түр берме. Артың өртенуде, өртенгенде Нотр-Дам. Раунд! Ендігі кезекте Мадон 2-ші раунд. Қошемет. Мен енді рэп айтайын. Тақырыптан алыстап. Ей, салам алейкум, браза. Тыңда хип-хоп таза. Жоқ, менен басқа Мадон сен болдың қаза. Бұл самозванец моланы төрімдейт. Мен болмасам бұл жерде өнерлерін көрінбейт. Бахадур жеңіспен оралды Түркістанда той. Сен құма бой, голубой, гуманоид. Мен батырдың баласы өнерде де өмірде. Кланыңа Мадон мырза биг пенис қойд. Өзімнен басқа бұл жерде ешкімді көрмейм. Мен No.1-мын болды, ештеме білмейм. СССР, Берлин, шалыс қадам баспадым. Қалаңның қақ ортасына туымды қадап тастадым. Артымнан ел бастадым, бастарын алып тастадым. Бетіме күліп қарайтын 5-6 жүзді достардың. Бет сенен басқа бұл жерде ешқандай мықты жоқ па? Сен болмасаң да халықтың көңілі тоқ па? Типа шайтанат да, адамдар хайуанат да. Тез көрмей қайтпай пайдаланат да. Типа шайтанат да, адамдар хайуанат да. Тез көрмей қайтпай пайдаланат. Бләк, бұл жауап бәріңе, жасың мен кәріңе. Бұл дейс тыңдама, тәніңе не дәрумен. Тағы не лағынет, ешкінің лағымеді. Флейваны сүмелектер қорқытпайды қарумен. Ну, брат, екеуміз ұқсамайды екеміз вали. Мадон ағаң батл рэпте как Мухаммед Али. Ебаный сасық Чиполлино, енді ойынға кел. Фанаттарыма қосыл, сенде мойында бер көпті көргендей. Оқты жөнгендей, боқты басып кетсең, лоқсың 0 деңгей. Лоқсып құсып тастадым унитаз өнеріңе. Боқсың сені басып кеткенде, маған не резон? Мен арыстан, сен кан, тужынны бизон. Саған жараса тек қана сантехникалық комбинезон. Короче, я. Ама bad boy, шем тартам крек. Дәл осы батылда менің атағым жүрет. Аузыңдағы шырамдардың не үшін екенін ешкім білмейді. Ақын білмейді, жақын білмейді. Мен де білмеймін. Қатын білмейді. Тек ол шырам жайлы менің татағым біледі. Аузыңдағы. Брат, бейтейін ба? Нандай жерлеріңе бар ма? Жиз ет, ағыз жерейін ба?
сен бар ма комбинезон, кім емессің комбинезонда, электрик, жоқ, электрик, сука. Электрик. Ну да, блядь. АКП-ны аяқтадық, ендігі кезеңде жігіттерді BPM-да сынап көру. Жалпы. Дайымыз ба? Қошемет! Сен 4-сің, мен 94-пін, короче. Раунд. Рэп бұл көше мәдениеті. Сенің айтылған сөзіңмен қатар істіңе киген киімің де маңызды. Дәл осы тұрғыда бізге осындай керемет киімдермен қамтамасыз еткен Game Over дүкендеріне алғыс айтамыз. Сонымен BPM кезеңге де келіп жеттік. Жігіттер, дайынсыңдар ма? Бірінші болып бастайтын Маддог. Маддоги дог, даусын шығар биттің. Ашуландың ба, темекі шек, менің панчтарымның жақындамады шек. Ашуландың ба, темекі шек, менің панчтарымның жақындамады шек. Айтарың болса айтықпалы қазір. Топ киінесі ғаш саспай арт. Сенің трабылдарың мен үшін мәзір. Түріңерге желі ойындағы тұрбай арт. Некісі матон баяғыды өлгенің сиретінде кәз көз алдымда көріп тұрым. Оның елесін трек соңғы шыққан 2018-де датқа жайғанда көріну үшін келесің. Даттай спосы моды балғын бек. Сен шок болып тұрсың менің жыланымнан. Көрсен кетке таусыңа алғын кеп, бірақ құртыңға сылмайды қыздың жыламанан. Лапылдайды мендік флоу, сені жеңу маған тең бос қақпаға салған мен гол. Сөздерімнен кейін білім көтіңі шейді аттасың болат оларды сыппазалин укол. Батыл рэп темадық судағы бал керкін сезінем өзімді алаңды хоғындай қалып. Батыл рэп үлкен бизнес болса сенің саудаңды танды себебі тұру айтқандай сеттемекенсің нарық бич. Яу, краем көзілдірік. Тихо. Басынан бастауы жоқ сене мүмкіндік бәрібір қаласың мал боп. Бұл батыл шақастай созылған бір күндік бірақ сені емес үрке бальбо. Айт не күттің бұл жерге кеп, ойладың ақтымды шығарам деп. Алайда бір ғана нәрсе бар сенде шығатына мың шығып кетеді тек. Құрдастарың балалы шағала сен болсаң сұр боп біттің сол ғо. Мадонның қолын итеріп жалғызса қасынан әрдайым табылып сол қол. Я мақтанышың сенің шымсайт, бірақ шымсайт сені сүшіне қашымсайт. Мадонға бәрібір астаман соншалық жеке берет орап берсең жасайды. Эй, ауылдың баласы қайда көше? Көшеге баспаған сенді көкше. Пассапортник жетеді саған, соғанда қаласың өше. Сіккенім бар сенің тақпағыңда, үйде жазылған ешкім жоқта. Отыңды сөндіріп тастайым, қалдырмайым тұтанатын жоқты боқты. Сөздерің сенің қажетсіз спам қылған боқта. Жауынгердің қолында кез келген нәрсе болып қару, Мадонның қолында атылмайды боқта. Ян кеттердің көшін бастап тұрған сен оған жетті. Көзім Маддог паразит болды, сен микробсың, көзіңді жоям. Өзім келмей майстың қыздай, күйіңде мұздай қақтап тұздай. Қолымды жудым азғы мастауда, демек кетшеуге Маддогты дайын. Эй, мені жеңгің келеді, жетпейді парақшама. Сенің қызың маған береді видеосы парақшамда. Маған дейін сен екі рет сұрландың, үшінші рет ауырмай талаңдама. Рэп әлемінде Мадон сәжек рейпет бітірмеген адам бар ма? Ұялмай жүрсің рэпке қалайша, сені сіптіпті тіпілері қара кесек. Рэптегі бэкграунды қожана сұр оқиғаларында егер қарап көрсем. Айтпаш сенің альбомың туралы ұмытып бара жатыр екем. Қажеті қанша шығарып тауарды, егер оны ешкім болмаса дерем. Өздерің жазыңдар, өздерің тыңдадыңдар, альбом атауында қойдың өзіміз деп. Өлерем сей Маддогқа атылат, соны ұшып кете келіпсің өзіңіз деп. Кімнің нағыз, кімнің жалған екенін тыңдарма тексер. Ауылға қайта бер Мадон ма бас артынан сатып аппекі сиыр. Қане кімнің нағыз, кімнің жалған екенін тыңдарма тексер. Ауылға қайта бер Мадон ма бас артынан сатып аппекі сиыр. Кімнің нағыз, кімнің жалған екенін тыңдарма тексер. Ауылға қайта бер Мадон ма бас артынан сатып аппекі сиыр. Қане кімнің нағыз, кімнің жалған екенін тыңдарма тексер. Ауылға қайта бер Мадон ма бас артынан сатып аппекі сиыр. Раунд! Маддог биттің үстіне өзінікін төсеп тастады. Ендігі кезек Мадонда. Йоу, эй,
Yo. Huh. Hey. Shamside in the building. Yo, beat. Бәрі жақсы болады, бұл күндер өтер. Қоңыр көз кетеді, көңілді көктем. Алма кезек өмірден үмітің болса, Apple City үшін қолыңды көтер. Бәрі жақсы болады, бұл күндер өтер. Қоңыр көз кетеді, көңілді көктем. Алма кезек өмірден үмітің болса, Алма City үшін қолыңды көтер. Мен сарбаз, қатардағы жауынгер, ұлы дала баласы таспен, тауымерді қаспен, жауымейді орыспен жоңғар. Сондықтан микрофонға бла-бланы доғар. Неге бұл дым түсінбейтін тым бедолагалар. Шапалақпен тартып жіберсең шақыратын ағаларын. Мақсатың дән-жай біреуді балағат, ала жібін аттаума, тақпақпа жаттаума. Айналайын ағасы, болдың маған нағашы. Қайталайсың бұтағыңмен ағашын. Біреудің қызын тұтып алдың, біреудің қарындасын. Ұялмай жемсімен өтірікке таласып. Толып тұр, сендей толып тұр. Мадон мырза вертолет, сен квадрокоп тұр. Бэч мадафакин, сені ешкім қолдамат. Сен үшінші жоламан, блядь, рэпке жолама. Сонда бәрі жақсы болады, бұл күндер өтер. Қоңыр көз кетеді, көңілді көктем. Алма кезек өмірден үмітің болса, Шымкент Сити үшін қолыңды көтер. Бәрі жақсы болады, бұл күндер өтер. Қоңыр көз кетеді, көңілді көктем. Алма кезек өмірден үмітің болса, Шымкент Сити үшін қолыңды көтер. Жасамайтын ми, әкелмайды и, тайып тұр бұл жерден ұры тазы ит. Саған қандай астар, сор маңдай жастар, құла керліктен бас тартқан байғұс басым деп сен айт. Мадон мадафакин мастабеннің көлеңкесінде сен айт. Биг Бан сендерді 5 мыңға лақтырды. Сен айт. Сен GMC-ден жеңілгесін деп маған сен айт. Мадон мадафакин қара кесекті көтерген. Эй! Раунд мадафака. Дәл қазір әділ қазылардың шешімін сұрамастан бұрын мына тұрған халықтың шешімін сұрауды жөн көріп отырмын. Рэпердің атын айтам, және қаншалықты кімнің өнері ұнады шулаймыз. Мадок! Және Мадон! Менің байқағанымша Мадок деп айғайлап отқан адам Мадон деп айтып жатқан секілді. Сондықтан әділ қазыларға жүгінейік, осы кісілер бір нәрсесінің шешімін айтатын болар. Сонымен дәл мына батылдың шешімін сол қанаттан бастайық. Садық. Бля. Вот бір жарым ай алдын Ауғанстанда болдым да, бұндай напряжение сезген жоқпын. Шынымды айтайын. Енді жалпы шешім айтпастан бұрын бір сөзім бар да, жалпы осы дат проектісіне байланысты интернетте өздерінің пікірлерін жазып отыратын қанша адамдар бар ғой, жаңағыдай неге бұлай бейпіл сөйлейді, неғып боқтайды деп. Шешесінің амысысы кейін. Қазақпен қазақша боқтасын. Сол кезде ғана адам боламыз да. Енді аздап тәпсірлеп өтейік енді шешімді. Бірінші раунд Мадок алды деп ойлаймын. Техникалық жағынан ол ешқандай бір кемшілік өзім көрген жоқпын. Екінші раундты Мадонға берем. Өйткені шынымен өзінің жаңағы харизмасымен жаңағы қарсылас айтып отқандай кәдімгідей ол көтеріп жіберді. Үшінші раунд бойынша просто кәдімгідей бұл жерде кәдімгі екі стихияның
жарыс болып кетті да бұл жерде. И кәдімгі дәл мынау мықты деп те айта алмай тұрмын да мен бұл жерде. Сондықтан рұқсат болса 3-ші раунд бойынша шешімді кішкене қалыс қалдыра тұрсам. Қалыс қалдыра тұрсын, мынау әділ қазылардан кейін береді. Иә, сөйтейін. Жүрекпен брат, жүрекпен. Бүйрекпен емес, жүрекпен. Келесі Әділғазы бізде Мұңайтар. Қиын, расында қиын. Мен шешім бойынша Садықпен сәл қарама-қайшы екен. Шыны керек бірінші раунд екеуіңде көңілімнен аз шықтыңдар, толыққан шыға қоймадыңдар. Тақырыпқа байланысты екеуіңде түртпелдеп болсын кішкене айтылмады, қоғамға қатысты еш нәрсе. Бірақ қазақилық неяқтан сәл шықты. Сол себептен бірінші раундты Мадокқа берем. Мадон, кешірім сұрайым. Ал екінші раундта Мадок. Мадок панчтары жақсы болды. Сенің партияң может сәл қысқа болып қалды, сол себептен де шығар. Екінші раунд Мадоктың еншісінде. Ал үшінші раунд, Садық айтқандай бәрі екі стихия. Екі стихияның қайсы жақын дейтін болсақ, Мадон. Тамаша батыл болды. Шыны керек. Мадок бірінші раундта айтатын болсақ, екі рэперден қатты шықты көңілімнен. Сөз құрамы, тіркесі керемет. Енді бірақ Мадоктың енді кішкене панш өте көп болып кеткен сияқты. Менің ойымша бірінші раундта. Және де мен енді қалай айтсам, әркімнің боққа өзінде ғой. Енді оны бір-бірінің қазғылап жеңет деп оймен шыққанын енді білмедім мен, бірақ менің көңілімнен шықпады ол. Көп панч болып кетті, таза ой тақырыптан шығып кеткен сияқты болды жалпы. Екінші раунды өте тамаша, салмақты. Енді жаңағы акапелла дейсі. Сол акапелла деген сияқты кішкене сөздері анық болмағаны, ал енді техника, дабл тайм, флоу өте керемет. Жалпы мен Мадонды не қолдап отқан себебім өте орынды, салмақты, сөздері анық, және де өзін керемет ұстады. Және әрине 5-тен өтіп кетті мен. Сондықтан мен Мадонға берем. 3 раундты. Бізде енді мен даусым қатты шешіп тұрған жоқ, бірақ мен Мадоктың партында, бірінші партында Алпамыс Батыр жырында мынандай бір күшті бөлік бар да. Ана жәдігер баласы жаңағы Алпамыс жаңағы бір аспаз оны ұрған кезде жәдігердің бір қарғайтын тұсы бар да. Ол нағыз кәдімгі қазақи қарғау да енді. Мені ұрған аспазыңның денесі көрге түспей жатып шірісін дейді да. И мен прям сол стильді әдемі байқадым да. Сондықтан мен даусым Мадонға кетсін. Мадокқа кетсін, Мадокқа. бұл батылда өз соңына жетті. Және басымдылықпен жеңген Мадон. Сонымен даттың 3-ші маусымының да соңына жеттік. Барлық қатысқан жігіттерге, барлық қатысқан рэперларға үлкен алғыс. Келесі маусымда жолыққанша сау.